Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін мен сендерге 2 сыныптың жаратылыстану пәнінен дыбысты қалай қаттырақ шығаруға болады тақырыбы бойынша сабақ өтетін боламын. Балалар, дыбысты қалай қаттырақ шығаруға болады тақырыбын өтудегі мақсатымыз дыбыс қаттылығы бойынша дыбыс көздерін жіктеу, бақылаудың басты белгілерін анықтау. Ал осы мақсатқа қол жеткізудегі бағалау критерийлері дыбыс көздерінің қаттылығына қарай жіктейді. Дыбыстың шығу құбылысын зерттеу арқылы оның қасиетін анықтайды. Аспаптар жайлы түсінік. Музыкалық аспаптардың әрқайсысының өзіне тән дыбысы, бояуы, динамикалық мүмкіндігі, ырғағы, белгілі бір диапазоны болады. Музыкалық аспаптардың дыбыс шығару сапасы аспаптарды жасауда қолданылатын материалдардың түрі мен қасиетіне, пошымына, дыбыс шығару тәсіліне байланысты. Музыкалық аспаптардың алғашқы қарапайым түрлері табиғаттағы түрлі дыбыстарға, адамның, хайуанаттардың дауысына еліктеуден шыққан. Ол халықтық және кәсіби музыкалық аспаптар болып бөлінеді. Дыбыс шығару ерекшеліктеріне қарай музыкалық аспаптар негізінен үрмелі, шекті ысқылы, шертпелі, соқпалы бөліп бөлінеді. Үрмелі аспаптар сырнай, сыбызғы, саксофон. Шекті ысқылы аспаптар скрипка, контрабас, виолончель, қылқобыз. Ал шертпелі аспаптар домбыра, жетіген, балалайка, гитара. Соқпалы аспаптар барабан, дауылпаз, дабыл сияқты бірнеше топқа бөлінеді. Қазіргі заманда қолданылатын электрлі музыкалық аспаптар тобы да бар. Қазақтың музыкалық аспаптары домбыра, қылқобыз, сыбызғы, даңғара, үскірік, кепшік, шаңқобыз, жетіген. Тағы да басқа аспаптар ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа ауысып келе жатқан мәдени мұра. Қазақстанда ұлттық музыкалық аспаптарды жетілдіру мақсатымен бірнеше шеберханалар ашылып, Ахмет Жұбановтың басшылығымен қазіргі Қазақтың мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрі құрылды. Қасымов, Ермеков сияқты тағы басқа шеберлер әртүрлі музыкалық аспаптар үлгілерін жасады. Қазақтың музыка аспаптарын жалпы ұлттық және фольклорлық деп 2 топқа бөлуге болады. Негізгі ұлттық музыка аспаптары домбыра, қобыз және сыбызғы. Домбыраның шанағы қырлы немесе жұмыр болып келеді. Оның мойнынан шанағының түбіне тартылған қос ішегі, бұл ішекті көтеріп тұратын 2 кішкене ағаш тиегі болады. Мойнындағы тиек қозғалмайтын болып келсе, шанақтағы тиек жылжымалы болады. Мойнына перне байланады. Пернелердің саны әртүрлі 8, 10, 11, 13 түрлі болады. Домбыраның ішегі қой мен ешкінің аш ішегінен ширатылып жасалады. Домбыра қазақ арасына кең жайылған, шертіліп ойнатылған аспап. Қобыз қазақ қауымына көп таралған ыспалы аспап. Қобыздың мойны имек, шанағы ожау тәрізді немесе қос, бет жағы ашық, ал түбі көнмен, яғни терімен қапталады. 2 ішегі және садақ тәріздес ышқыс жылқының қылынан жасалады. Сыбызғы үрлеп тартатын аспап. Оны қамыстан немесе жұмсақ ағаштың ішін үңгіп жасайды. Сыбызғыда саусақпен басып ойнайтын 4 тесік болады. Оның үні майда, қоңыр, мұңды келеді. Сыбызғы да қазақ арасында ерте кезден таралған аспаптардың бірі. Оны үнемі алып жүруге өте ыңғайлы. Келесі тапсырма, балалар, суретпен жұмыс. Тақтада берілген суреттер. Музыкалық аспаптардың суретін көру арқылы әрқайсының атын атап шығасыңдар. Олардың атауын жазып, қандай дыбыс шығаратынын айтамыз. Ал бос кестелерге өздерің білетін аспаптардың суретін орналастырып, олардың атауын атаймыз. Және де суретте берілген аспаптардың қандай дыбыстар шығаратынын төменде берілген кестеге толтырамыз. Шығармашылық жұмыс. Әртүрлі ыдыстар мен құралдардан балалар аспаптар жасауға болады.
өздерің жасаған аспаптармен оркестр құрамыз. Яғни барлығымыз қолыңдарыңдағы аспаптармен түрлі дыбыстар шығарамыз. Әртүрлі аспаптарды пайдалана отырып, таныс әуенді ойнаймыз. Балалар, қай кезде дыбыс қатты шықты? Қай аспаптардың дыбысы қатты екен? Қайсының дыбысы пәсеңдеу болды? Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырма карточкамен жұмыс, балалар. Тапсырмада дыбыстың қуатын анықтауларын қажет. Мысалы, музыкалық аспаптар тұрмыстық заттарды ұсынып, олардың дыбыс шығаруы мен шығатын дыбыстарының қуатын сипаттауларын қажет. Мысалы, дыбыс қатты, әлсіз, жуан, жіңішке, тағы басқа сол сияқты. Сонымен қатар естіген дыбыстардың қуатын салыстыруларын қажет. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, бүгін біз сабақта нені үйрендік? Қане, балалар, оқыдық, салыстырдық, тәжірибе жасадық. Сонымен сабақта не білдік, не үйрендік? Өз ойымызды, не түйгенімізді айтамыз. Қызықты комментарийлер, сабақтан қандай әсер алғандарыңды стикерлерге жазыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Сау болыңдар.